Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бізге Mitsubishi Lancer көлігі келіп жатыр. Соны тексеріп жатырмыз. Бір цилиндр дұрыс жұмыс жасамайды дейді. Машина перевой не қалшылдап тұр. Осыны тексеріп, толық видеосын шығаратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып отырыңыздар. Мотор қалшылдап тұр қазіргі уақытта. Қазір машина оталып тұр, газбен жұмыс жасап тұр. Газбен өйстіп тексеруге болады, қай цилиндр дұрыс жұмыс жасамай тұрғанын, свечаны суырғандай, форсунканы суырғандай мыналарда шланганы өйтіп басқан кезде мотордың дауысы өзгереді. Үшінші цилиндр, екінші цилиндр. Бізде қазір бірінші цилиндрде ешқандай не жоқ, белгі жоқ. Басқаларды бассаңыз мотор қалшылдап. Бізде мынай 3 цилиндр жұмыс жасап тұр, бірінші цилиндр жұмыс жасамай тұр дейді. Қазір свечасын алып көреміз, қандай жағдай болып тұрған, мүмкін катушка дұрыс емес па, соларды тексереміз. Міне свечаларын алдық қазір. Бірінші цилиндрдің свечасы мынандай ылғалданып тұр, су сияқты болып. Мүмкін головка прокладкасы кетіп тұр ма, қалғандары нормальныйдан. Төртінші цилиндр богатый болып тұр. Қазір енді бірінші очередь компрессиясын тексеріп көреміз. Қане проявер. Қазір бірінші цилиндр. Дауысы что-то не толау, 9 көрсетіп тұр тұрғанда. Қазір 2, 3, 4-ті көреміз. Екінші цилиндр қазір қане? Он 2-ге дейін көтерілді екінші цилиндр. Үшінші цилиндр бізде қане? 10. Үшінші цилиндр. Мынау төртінші цилиндр қане? 11. Бізде тек мынау бірінші цилиндрдікі аздау болды. Қазір эндоскоп салып клапандарын көріп жібереміз. Эндоскопты әкеш. Мына поршынның беті қазір бізде майланып тұр. Сума, антифриз ба? Негізі қызыл антифриз дегендігін бұда. Кезінің жиектерін көрді, кезінің желінген жек кезісі із салған. Клапанын көреміз. Клапанды көрініп, жиегін. Клапанның жиегі. Клапан мынандай жағдай болып қапты. Май жеген наша. Ауа соратын клапаны алаңыз. Газ, бензин бар бұда. Клапанын ауыстыру керек. Мындай жағдай болып қапты.
Енді бұның головкасын ашу керек. Головкасын ашамыз. Клапандарын ауыстырамыз. Головка прокладкасын ауыстырамыз. Клапандарын притирка жасап, барлығын ремонтын жасаймыз. Головкасын алып қойдық. Елісі жақсы жағдайы. Прокладкасы осы прокладкамен жауып жинайтын боламыз. Головкасын ашып жатырмыз. Қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Мына жерде 15 сыймай тұр мынаған. 10 да сыймайды. Клапаны бірінші қысылған, мынаған 10 сияды, мынаған сыймайды. Мынаған 10 сияды. Мынаған сыймайды 10. Бірінші клапан отырған. Сөйтіп, клапан қысылып қалып, клапан өртенген. Қазір ашқан кезде үшін клапандар қысылып қалған ғой. Түгел клапандардың бәрін ауыстырамыз. Меткісін қойдық, зажигайнесін. Сөйтіп, головканы көтереміз, головканы аламыз. Ескі клапандарын алдық. Клапандар әбден пышақ болып қалған, желініп. Енді мынаған жаңадан клапандар салып, притирка жасап, клапан сальниктерін алып тастадық. Қазір клапан сальниктерін, клапан притирка жасап, клапанына регулировка жасаймыз. Бізде бұларда мынандай стакан болады, регулировочный. Нөмірлеп жазып алып қойдық. Осымен клапанына регулировка жасаймыз. Жинастырып, зажиганесін қойып болдық. Әзірге ременін салған жоқпыз. Қазір суында қойған жоқпыз. Бір от алдырып көрейік. Бірінші запуск. Қане. Тамаша от алып тұр. Бақа өшіре тұр әлі. Өшіре сал болды. Жақсы от алып тұр. Артық дауыс жоқ. Қазір ременін салып, суын құйып, қыздырып көреміз. Жақсы от алып тұр бәрі. Тамаша. Көңілден шығып тұр ма? Шығып тұр, өзгеріс бар. Енді 3 жылға жуық уақыт бойы ашылмаған капоттың асты. Соның барлығы қайта жөндеуден өтіп, жаңартып, сулар, майлар ауысып, өзгеріс бар. Біраз өзгеріс бар. Мүмкіндік болса келіңіздер осы жерге. Ары қарай нәтижесін көре жатарсыздар. Ой, молодец. Жақсы, рахмет.